әрекет жасаймыз. Бүгінгі біздің қолөнер жұмысымызға керек құрал-жабдықтар, фетр маталар, яғни киіз үйдің ішінде тұратын сандық, онда ілініп тұратын домбыра, қайшы, таяқшалар, желім, ою беттеріміз қажет, және де әртүрлі ленталарымыз, екі жағына тағатын үкіміз қажет болады. Мынау не? Мынау не? Ал айтағы. Мынау не? Бұны не істейді? Айтағы. Айта. Көрсет. Әже. Шмяк. Қоясың. Қоясың. Дома ілеміз. Нәміз. Қоясың. Іле олыз. Нәні жерге қой. Ет соған. Бетіп қой. Сен көмектесең. Болды. Дайындаған кезде ішінде тату тәтті отбасымыздың бейнесі. Қазақ отбасы бейнеленген ақылшымыз, тірегіміз бірінші атамызды бейнеледік. Одан кейін әжемізді бейнеледік. Ол кісі ұршық иіріп отыр. Адина, әже не істеп отыр мынада? Көрсетші сен. Әже немен пайдаланып отыр? Ұршық иіріп отыр. Және ең асыл құнды тағамыз деп бешбармақты бейнеледік. Бесік тербеткен ананы бейнеледік. Біз бүгінгі қолөнерімізде қазақ атамыздың бұрыннан бергі отбасы құндылығын биік орынға қойғандықтан осындай отбасының әдемі көрінісін бейнеледік деп ойлаймыз.